Барлықтарыңызға сәлем достар, сендермен бірге мен Ернар. Бүгін бізде мына осы көліктерге, ұшақ, көлік, вертолеттерге айдап көретін боламыз. Достар, видеоны көрместен бұрын мен сіздерге өзімнің Ернар KZ деген ВК ресми парақшамды ұсынамын. Бұл группадан сіздер менің өте керемет посттарды көре аласыздар. Және де осы группаға сіздер деген шапка немесе өздеріңізге пиар сатып ала аласыздар. Сондықтан осы группаға тіркеліп кетіңіздер. Ссылкасы описаниеда болады. Ендеше давайте. Мінекей енді осы машинадан бастайық енді. Бұл өте керемет машина, азотада шығады, міне дрифтқа арналған машина. Егер де сіздер одан, от первого лица қарасаңыздар, өте керемет көрінеді. Мінекей осындай ол кәдімгі шын ұстап тұрған сияқты. Ал егер азот қоссаңыздар, міне өйстіп арты көрініп келеді, бір ұстап аласыздар ғой. Өйстіп дрифт беруге арналған кішкентай машина. Машинама қалай айтсам болады, типа гонщик машина. Енді осы жерге қойып қойып, осылай жүреді әйтеуір. Так, енді мынаны отнять етеміз. Мен админ, міне көріп тұрғандарыңыздай админ панелі ғой манағы. Так, енді мына вертолетке отырайық. Так, мінекей бұл вертолеттің бір жаманы, бұдан адамның аяқтары мен кішкене басы шығып тұрады әйтеуір. Бір нәрсе үшін барлық осындай қалғандарының бәрінде осындай шығып тұрады. Енді өйткені бұлар слишком құттай, по идее содан шығар деп ойлап тұрмын. Енді әйтеуір бұл ұшады. Және де бұлар тез жарылмайды, соқса да кішкене дым болмайды, енді нормально. Так, достар, киноның бірінші сериясы шықты. Достар, енді екінші серияны күтіп жүрсеңіздер, лайк басып кетіңіздер. Сол видеоға лайк басып бір 20-25 лайк жинап тастайық. Содан кейін шығарамын ғой, шығарамын ғой дегенде қазір кешке түсіреміз, сосын түсіріп әйтеуір шығарамыз. Так, енді осы жерге қонайық. Кішкене скорсы аз ба бір нәрсе әйтеуір асықпай ұшады. Енді қона салайық өйстіп. Так, қонғанда кішкене тез екен әйтеуір. Так, енді достар, ана бір серияда өте қателіктер көп болып кетті. Енді ренжімеңіздер. Енді сол сол енді ренжімеңдер, қателіктер көп болып кетті. Мен оны дейтін, біз ол киноны 2 күн түсірдік әйтеуір, былай әйтеуір. Өйстіп манағы машинаны шығарып қойып, мына аты карт деген машинаны, айдалған машиналарды мына жаққа шығарып қойып, енді мына танкке отырайық енді. Мини танк. От первого лицада, достар, бірінші рет көрсетіп кетейін, міне осындай көрінеді. Так, өйсткен достар, бұл атылмайды, ойлап қалмаңдар, атылады деп, қазір скорсын көреміз. Мә, тіпті азот қосылады екен. Кеттік ал. Мә, дрифт бере ма, бір нәрсе ғой. Так, кеттік, скорсын көреміз. 122, 123. Енді осындай, енді бұл өте құттай ғой. Сондықтан өзінің скорсы пайдет. Енді пайдет ғой шынымен. Өзінде осы құттай машинаған. Так, енді біз келесі, так, қандай машина, енді келесінде, так, мінекей сырты осындай, сыртын көрсетіп кетейін. Енді андай глушитель бар ма, сондай. Осы гонщик машина ма, қазір соған отырамыз енді. Так, отырмай тұр, что-то. Сыртын көріп алыңыздар. Давай, отырамыз мінекей. Отырғанда достар қақа көрінеді, андай құттай олдар колескеде отқан сияқты. От первого лица көргендеріңізде андай дым қызық жері жоқ. Енді осындай. Өйстіп енді қараңыздар, жастар, андай бір есекке ма, атқа ма отырып алған сияқты. Мә, дрифт беріп қояды мынау. Так, енді қазір дұрыстап дрифт беріп көрейік. Шықса. Так. Осындай машина. Достар, бұл ерекше машиналар. Тек қана бұны админдер ғана шығарылады. Бұлар машина менде жоқ, просто мен админ панелден шығарып тұрмын, болды. Енді мен қазір мына ұшақпен ұшып көрейін, енді ал. Кеттік ал. Ең ұнайтыны осы ұшақ, өте керемет әйтеуір, маған ұнайды. Так, достар, егер де осындай ерекше машиналар деген рубрика енді жаңадан, бірақ сервер сатылайын деп жатыр. Сервер сатылғанша осындай видеолар түсіріп тастағанды қаласаңыздар, лайк басып қолдап кетіңіздер. Ерекше машиналар сіздер шығара алмайтын, мен шығара алатын машиналар тағы да түсірейін бе, түсірмейін бе, комментария жазып кетіңіздер. Так, мінекей достар, өздеріңіз көргендей бұрылып, қонап, не қой ұшады, бірақ бұда да андай не тоқтағанда, жерге қонғанда адам көтігі көреді ан жер. Өйткені достар, бұның да көтен жағы шығып тұрады енді.
Так, енді мына соңғы мынау не, короче, бөшкі ма сондай бір нәрсе, әйтеуір саған отырады екен. Іші жүргенде андай екі резинканың андай несі шығады, даже азот шығады екен. Резинканың ізі қалады, сосын азот шығады. Қазір дрифт беріп көрейік. 461 ал. Кеттік ал. Давай. Шықпай жатыр что-то. Так. Өйстіп енді наңғарыңыздар достар, ал дрифт беріп көрейік ал. Біз енді дрифт мастер емеспіз, бірақ кішкене беріп көрейік. 243, 200, 306 достар. 700, 800, 900 достар. 1377. Анау мықты екен. Кеттік енді орнына апарып тек, орны қай жақта еді, достар, мынау просто сіздер айдап көрсеңіздер біртүрлі бұрылмай ма бір нәрсе. Так, осы жерге қойып кетейік. Сосын соңғысы бізде міне осындай вертолет. Манағы жасыл түрі болса, бұл осындай қызыл түрі. Енді осымен ұшып көрейік. Так. Нормально, дәл сол сияқты ұшады. Енді қазір дәл манағыдай ғой просто. Қазір енді биіктікке қанша жоғарға көтеріле алатын қалаймыз. 14-13 пен көтеріледі екен. Картадан қарасаңыздар, вертолеттер осындай белгімен көрінеді. Админдер өте жақсы жасап қойған. Бірақ мен де админмін. Бірақ енді создательдер баука солар жасап қойған. Қазір 17 адам ойнап отыр. Достар, сервер сатылады, 10 000 теңгеге баука сатып жатыр. Ол жұмыс жасайды. Короче, қолым бос емес, қаруға уақыт жоқ дейді. Короче, осы серверді сатып жатыр. Достар, біреулеріңіз алып осы серверді, короче, алып алыңыздар, аты админдерге жалко деп ойлаймын енді. Так, енді өйстіп қайтып қонайық. До конца нашар көтеріледі екен, тез емес. Өйсткен, бірақ түскенде нормально. Түскенде 21 мен түсіп, көтерілгенде 14-13 пен көтеріледі екен. Так, түсек енді. Так. Осы серверді активіміз нормально бар. Енді кешке қарай 20-30 адам отырады, ал таңертең бір 10-нан көп адам отырады ғой, мықты ғой жалпы. Сондықтан, короче, сатып отыр енді осы серверді. Так, наған емес, наған бәрін кетіріп тек енді достар. Ато мен бұларды кетіре алмаймын, өйстіп кетіру керек, кейбір админдар шашып кетеді. Мен ондайдың көбісін көргенмін. Так, өйстіп отнять еткенде кіріп кете береді, жердің астынан текстуркаға. Өйстіп, бірақ секірсеңіздер шығады, мінекей, осылай. Енді мына горшокты кетірейік. Так, енді танкі қалды. Так, отнять етеміз. Так, енді ұшаққа отырып кішкене ұшып қалайық. Мінекей достар, короче, бүгінгі видео осы. Егер де сіздерге видео ұнаса, каналға жазылып, лайк басып кетіңдер. Сендермен болған мен Ернар. Және де осындай ерекше көліктердің екінші бөлімін қаласаңыздар, мен түсіретін боламын. Ендеше қош сау болыңыздар. Давайте.